Өзбек еліне алғаш барам деген адам осы видеоны соңына дейін қарасын. Пайдалы болады деген ойдамын. Не үшін өзбек еліне бару керек? Өзбек елінің жақсы жағы мен жаман жағы туралы айтатын боламыз. Ең бірінші плюсы қатынау. Көрші ел болғандықтан Шымкенттен Ташкентке дейін 2-3 сағатта топ етіп кіріп баруға болады. Ал бағасын айтыңызшы, 3-5 мың теңге шамасында. Ал енді минустарын айтсақ, қатынаудың тағы бір жаман жолы бар. Егер сіз автобуспен емес, таксимен емес, самолетпен ұшып баратын болсаңыз, өте қымбатқа билет алуыңыз мүмкін. Мысалға, Шымкент қаласынан Ташкентке дейін бару үшін 50 мың теңге төлеуіңіз әбден мүмкін. Ол деген қымбат деп ойлаймын. Келесі плюсы ол ақшасы. Яғни сіз ақшаны айырбастағаннан кейін қалтаңызда миллион жатады. Мысалға, 1000 теңге Өзбекстанның 25 мың сом шамасында болады. Ақша жағынан минус табу өте қиын. Себебі біздің курс пен Өзбекстанның курсын салыстырған кезде шын мәнінде бізге өте жақсы. Сондықтан ақша жағынан минус айта алмайды екен. Келесі плюсы ол баратын жерлер, яғни қалалары, табиғаты барлығы мықты. Хиуа, Бұқара, Самарқан, Ташкент барлық қалалары өте әдемі, өте мықты. Және сол қалалардың арасында тез жүретін Африсёк деген пойыздары бар. Сол пойызбен 200-бен зуылдап бір қаладан бір қалаға жетіп алған болатын кезінде. Қалалары әдемі ғой, бірақ сол қалаларға жетіп алу керек. Сіз пойызбен баратын болсаңыз, қымбатқа билет алуға тура келеді. Ал егер автобуспен баратын болсаңыз, өте ұзақ уақытыңыз жолға кетеді. Және жолдардың сапасы да ондай қатты мықты емес. Келесі плюсы ол ең үлкен плюсы деп ойлаймын Өзбекстанның, ол халқы, яғни адамдары. Адамдары өте мейірімді, сіздерге көмектесуге дайын тұратын сондай адамдар. Маған кездескендердің барлықтары сондай адамдар болды. Сізге көмектесуге дайын тұратын адамдарды көптеп кездестіреді деген ойдамын. Маған солай кездескен болатын. Жалпы өзбек халқы бізге қазақтарға көршілес ел болған соң, бауырлас ел болған соң өте жақсы қарайды. Адамдар мейірімді, жақсы әрине, ол жағынан сөзім жоқ, бірақ кейбіреулері іштерінде алдауға дайын тұрады сіздерді. Сондықтан мұқият болыңыздар. Әсіресе таксисттер. Бізді Бұхарада және Самарқандта алдағысы келген таксисттер көп кездесті. Бір-екі таксистке бола бүкіл халқы жаман деп айтпаймын әрине, бірақ дегенмен біліп жүрген сізге артық етпейді. Келесі плюсы ол қонақ үйлердің арзандығы. Яғни сіздің жататын жеріңіздің өте арзан болғаны сізге мықты емес пе? Гестхаустарды таңғы асымен өте арзан бағада тауып алуға болады. Біздер сондайларда жатқан болатынбыз, бізге өте мықты ұнады. Және де олардың хозяиндарының қонақжайлылығы да мықты плюс. Жалпы гестхаус болсын, басқа жерлерде болсын, асхана, ресторандарында болсын, Өзбекстанда не жемін деп ойланбай жүруге болады. Өз басым Өзбекстанда не жемін деп қиналмаған болатын. Палаулардың өзі тіл үйреді ғой. Өзбекстанның тағы бір минусы ол кіру бағалары. Яғни сіз бір жерге кіргіңіз келеді, туристерге, яғни біздерге өте қымбат. Мысалға, бір жерге кіру үшін туристерге, яғни біздерге 50 мың сом болса, өздеріне 5 мың сом шамасында болады. Және бұндай жүйенің барлық қалаларда сақталған. Бұның барлығы әділетсіздік пе, қалай ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі плюсы ол қауіпсіздік. Қауіпсіздік шаралары өте мықты. Сіз Өзбекстанда жүрген кезде ештеңеден қорықпай, қысылмай жүре берсеңіз болады. Барлық жерде тәртіп сақшылары бар. Жалпы Өзбекстанда ештеңеден қорқып керек емес деп ойлаймын. Біздерге, қазақтарға, өзбек халқы жақсы көзқараспен қарайды. Сондықтан қысылмай жүре беруге болады. Мен өз басым обменникке барған кезде
обменниктің есігі ашық, ешкімнен қорықпай Самарқанд қаласында сөйтіп отырғанын көріп қатты таңғалған болатын. Сондықтан Өзбекстан елі қауіпсіз елдердің қатарында деп ойлаймын. Келесі минусы ол ауа райы, яғни жаз кезінде келетін болсаңыз, ауа райы өте ыстық болады. Біз Бұхараға барған уақытта ауа температурасы 45-50 градус болған болатын. Кейбіреулерінің айтуы бойынша одан да жоғарыға барады екен. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Арнаға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Видео ұнаса, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Саяхаттаңыздар достар. Бұл әлем біз үшін жаратылған.